Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен бірге мешітте отырады да, қолына таяқ алады да, таяқты бүйтсе қажекелер төртбұрышты қылып сызады. Жаңағы топырақ қой пайғамбарымыз мешіті Мәдинадағы. Топырақты бүйтіп төртбұрышты қылып сызады да, ортасына нүкте қояды бүйтіп. Сол нүктеден ұзын бүйтіп сызық шығарады да, жаңағы төртбұрыштың сыртына дейін шығарып жібереді. Елестетіп жатсыздар ғой, ортадағы нүктеден жаңағы төртбұрыштың сыртына дейін шығарып жібереді де, төртбұрыштың ішіндегі сызық бар ғой енді. Солардың әрқайсысына садақтың жебесі сияқты былай нелер қояды ғой. Жаңағыдай не десек болады, сызықтар да кішкентай. Ана сыртындағы шыққан сызыққа қоймайды қажекелер. Төртбұрыштың сыртындағы сызыққа қоймайды ештеңе. Ұзыннан сызып жібереді бірақ. Мынау қандай уағыз дейді ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал түсініп ал. Мынау қандай уағыз дейді. Таба алмайды ананы сахабалар ше. Таба алмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сонда не дейді? Мына ұзын, мына төртбұрышты дейді да, мына біріншісі төртбұрышты қосылған. Бұл төртбұрышты өлшеулі өмір дейді ше. Мына нүкте дейді ортада тұрған, ол сенсің дейді. Ана сызық бар ғой, ұзынан кетіп атқан сызық сенің армандарың мен мақсаттарың дейді да. Ана жаңа кітек сызықтар қадалған сияқты. Бұлар сенің арман мақсатыңның орындалуы жолында кездескен кедергілерің дейді. Ана төртбұрыштың сыртындағы сызық дейді да, ол сен өмірден өтіп кеткеннен кейін орындалмай қалған арман мақсаттарың дейді.